Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен осындай қатпарлы етті пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге керегі жылы су, қант, тұз және аштығы. Барлығын ыдысымызға салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң, електен өткізілген ұнды қосамыз. Сөйтіп нанымызды елей бастаймыз. Кішкене басып біріккеннен соң 2 ас қасық сұйық май қосып, нанымызды орташа жұмсақтықта елейтін боламыз. Әрі қарай бетін жауып 10 минутқа алып қоямыз. 10 минуттан соң нанымызды осындай 6 бөлшекке бөлеміз. Кішкентай осындай дөңгелекшелер жасап аламыз. Және ыдысқа 1 қасық сұйық май құйып, нанды кішкене осылай жайып, үстіне қоятын боламыз. Және арасына жарты қасық немесе 1 қасық сұйық майдан құйып отырамыз. Дайын болған нандарымызды бетін жауып, тағы да 5 минутқа қалдырамыз. Енді 5 минуттан кейін алып, нанды осылай қолымызбен соза бастаймыз. Оқтаудың көмегінсіз осылай өзі оңай жыртылмай жайылатын болады. Сосын үстіне 1-2 ас қасық май қосыңыз және осылай үстіне екіншісін қойып, осылай жайып шығыңыз. Сосын салмамызды саламыз. Салмада менде қара малдың тартылған еті, пияз, тұз, бұрыш. Немесе кез келген салма жасасаңыз болады. Жай ірімшік қоссаңыз да болады, немесе тауық етінен жасасаңыз болады. Енді осылай ұлу тәріздес қылып, қамырларымызды дөңгелетіп қойып шығамыз ыдысымызға. Және келесісін жасай бастаймыз. Менде жалпы 3 қамыр осылай 2 қабаттан. Нанымыз дайын болды. Енді ыдысымызға әрі қарай орналастырып, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Яғни ол 25 минут немесе 30 минутты құрайды. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт немесе мак сепсеңіз болады. Менде пирог 30 минут дегенде пісіп шықты. Осындай әдемі, дәмді, өте тойымды, қатпарлы, қытырлақ болып шықты. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырды ұмытпаңыздар. Ас болсын, менімен болғандарыңызға рахмет.